Достар, мен сіздерге бүгін кішігірім тез дайындалатын укладканы жасауды үйрететін боламын. Мен қазір мектепке асығып тұрмын, сондықтан тезірек укладканы жасауды бастайық. Достар, менде осындай утюг, осымен қалай бұйралау керектігін үйретемін. Алдын ала утюгті қосып дайындап қойдым. Шашымды жуып, тарап, түзулеп алдым. Осылай дайындап қойдым. Күшті қылдырып, фенмен кептіріп, осылай күшті болып тұр прям. Біз шашымызды 180 градуста бұйралайтын боламыз. Мен сондай градуста бұйралайым, самый орташа градус. Күшті бұйралайды еще, самый нормальный градус. Бұл бізде қазір мында дайын деген сөз шықса, онда біз бұйралай береміз. Бізде дайын, ready деген сөз шықты, енді бастайық. Осындай бір кішкентай претті аламыз шашымыздан. Осылай сырттан аламыз да, бұлай кіргіземіз. Осылай аламыз да, бұлайынан бұйралаймыз. Тағы бір көрсеткенім. Мінекей, бұлай аламыз. Осылайынан кіргіземіз да, бұлай қатты басып тұрамыз да, бұлай жерге, астыға түсіреміз осылай. Астын осылай ұстап тұрамыз. Кішкене сразу түсірмейміз. Жай осылай. Менің шашым ұзын, асты жақтары көрінбейді. Қасиеттерге дұрыстап көрсетемін. Осылай бұйралап жібереміз. Осылай шығады. Бұл негізі в реальном жизни прям күшті көрінеді. Прям күшті жасалды. Қазір полный шашыма жасап шығам. Сол кезде результатын қалай шыққанын көреміз. Осылай басып жібереміз. Ой, болды. Осылай болып шықты. Енді қазір полный шашыма жасайын. Міне осылай шықтым. Достар, осылай әдемі болып шығады, короче. Самый әдемісі осы шығар. Достар, міне шаштарым осылай бұйра болып шығып жатыр. Почти жарты шашымды бітіп қалдым. Мен кішкене ауырып жөтеліп жатырмын. Сондықтан егер жөтеліп қалсам, мән бермеңіздер. Егер сіздерге мына шаштарыңыз кедергі келтіріп жатса, оны резинкамен буып қойып, былай алып қойсаңыздар болады. Маған просто осылай жасай берген ыңғайлы. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жасай берсеңіздер болады. Главный, сол тактикасын біліп алыңыздар. Типа қалай бұйралау керек екен. Міне бір шашым бітті. Короче, осындай длинадан, ұзын шаштан мынандай болды. Прям қараңыз. Осындай болды. Прям күшті. Осындай бұйра шаш болған. Еще бізде термозащита бітіп қалған. Сіздер алсаңыздар прям күшті болып шығады. Қазір мен мына шашыма тесте жасап тастаймын. Достар, міне менің укладкаларымның бәрі бітті. Осылай шықты, короче. Сіздер термозащитаны қолдансаңыздар, прям күшті болып шығады. Менде бітіп қалды. Новыйдан алу керек. Сол кезде тағы бір видео көрсетіп жіберемін. Осындай күшті укладка шықты. Комментарияға жаза кетіңіздер, қалай. Прям күшті шықты. Енді мен қазір тез мектепке барайын. Пока-пока.